Құстың бәрі бұлбұл емес, жылқының бәрі дүлдүл емес ағайын. Біз бүгін Абай Құнанбайұлы мен Жамбыл бабамыздың туғанына 125 жыл толуына орай ұйымдастырылған дүбірлі тойда алдына қара салмай қар үзіп келген Алтайдың қылқұйрықтылары хақында сыр шертеміз. Құлан қара, бұлан қара, желмая. Бұл бәйге аттары жайлы албаты тақырыптарға қалам тербемейтін қабырғалы классик жазушы Ғабит Мүсіреповтің өзі таңданысын жасыра алмай Бошайдың үш қарасы атты очерк жазғанын білесіз бе? Ендеше аттың сыры есіне мәлім. Заманында тұлпар мініп ту ұстаған әйгілі атбегі, соғыс ардагері, социалистік еңбегері, Алтайдың абыз ақсақалына айналған Бошай Кітапбаевтың сәйгүліктері болатын. Бошай Кітапбаев сұрапыл соғыста бір аяғын жат жерге жерілеп қайтқан батыр тұлға еді. Шығыс Қазақстан облысы Үлкен Нарын ауданындағы Ленин колхозын басқарды. Ауыл шаруашылығын аяғынан тік тұрғызған нағыз заманымыздың озық азаматтарының бірі болды. Ол екіұдай өмір кешкендей, ойда қойдың бақайын құрттаған қойшымен айран ұрттасып, ордада Қонаев сынды қайраткерлермен ой бөліскен. Ғабит Мүсірепов былай дейді: мен Бошайдың үш қарасын екі ұлы тойда көрдім. Абай тойындағы 20 шақырымдық бәйгеде құлан қара, жеке дара жалғыз келді. Оған ең таяу келе жатқан аттар бір айналым кейін қалды. 16 шақырымдық бәйгеде бұлан қара екінші келді. Отырған жұрт ду ете түсті. Озып келген көлденең қосылған ат десіп шулап жатты. Сөйтсе көлденеңнен екі ат қосылған екен, бұлан қара соның бірін басып озып, екіншісімен құйрық түстесе келіпті. Жорға жарысында да Бошайдың желмаясы жеке дара жалғыз келді. 8 шақырым жорғалаған желмая бусанғанда жоқ. Дәл солай Жамбыл бабамыздың 125 жылдық тойында бұлан қара мен желмая екі бас бәйгені әкетті. Аттар дүркірей жөнелгенде Бошайдың аттарын бірінші шоғырдың ішінен көре алмайсың. Мерзімді жерді орталаған кезде ғана Бошай қаралар алдыңғы топты тықсырып келе жатады. Алғашында шыға тартқан аттар енді екінші, үшінші шоғырларда танылады. Келесі айналымдарда Бошай қаралар жылысып жөнеледі, кете барады. Енді олар ешкімді маңайлатпайды. Жүйрікті шаранасынан, тектіні таңдайынан танитын сыншыл қазақ жылқыны ғана емес, адамның да тегін таза ұстаған еді ғой. Қашанда Алтайдың әр баласын іздеп отыратын Бошай ақсақал бірде Мұхамеджан Қаратаевтан: менің Алматыда бәйгеге қосқан екі тайым бар еді. Солардың шабысы қалай деп сұраса керек. Ол екі тайының бірі жазушы Қалиқан Ысқақ, екіншісі Оралхан Бөкей еді. Бүгінде ақсақалдардың ақылын артық санайтындар толып жатыр. Асудың арғы жағы шыңырау екенін ұмытпайық. Асылдарымыздың бейнесі тұлғаланып, қашанда көңіліміздің биігінде тұрсын. Есімдері мәрмәрға емес, жүрегімізге жазылсын.